әкімшілік ұжымы Ушқания Бауыржан Момышұлының Ушқания кітабын талқылаймыз. Және де қандай ойларыңыз, қалай ол қай жылы жарық көрген сол жайында мәлімет бір-бірімізбен талқыласамыз. Рахмет. Енді құрметті Қазақ орта мектебінің ұжымы, әкімшілік, яғни біз бұл 25 кітап акциясын биылғы жылы 3-ші жыл жүргізіп келе жатырмыз. Өйткені елбасының 100 кітап оқырманға деген үлкен акциясы берген, соның бір бөлігі 25 кітап. Сонымен бірге қатар биылғы жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың оқуға құштар атты акциясы жарияланды. Соның аясында жалпы мектебіміз бойынша бүкіл педагогикалық ұжым бірге отырып, осы акцияға қатысып, соның ішінде бүгінгі күні біз әкімшілікпен мектептің Бауыржан Момышұлының Ушқания кітабына талдау талқылау жасағалы отырмыз. Енді осы Ушқания кітабының алғы сөзін айта кететін болсам, бұл Ушқания кітап жалпы Бауыржан Момышұлы 1947 жылы жазған, бірақ оны сол кездегі уақытта басып шығаруға ешқандай мүмкіндік болмағандықтан 1927 жылы жаңағы баспаға жарияланып шықты. Енді бұл Ушқания жалпы кітабы Момышұлының сол кездегі өзінің отбасылық өмірі, сонымен бірге қатар сол кезеңдегі қазақтың салт дәстүріне өте үлкен көңіл бөліп, яғни «Наша семья» деген орыс тілінде жарық көрді, кейін оны аударып Ушқания кітап ретінде жарияланды. Дәл қазіргі уақытта біздің қолымызда мына тәуелсіздікке қол жеткеннен кейін бұл Ушқания кітабын жаңартылған жаңа форматта бізге ұсынып отыр. Яғни бұл кітапты оқып біз балаларды патриоттық сезімін оятуға осы жерде ашып көрсете кеткен, және әженің әлдиі арқылы баланы ұйықтатуға да баланың бойына сондай керемет құндылықтар сіңіруде үлкен рөл атқарады. Сондықтан сіздерге осы Ушқания кітабының толық нұсқасын әкімшілік арқылы талдап беруге рұқсат берулеріңізді сұраймыз, және мына әріптестеріме сәттілік тілеймін. Яғни біз ұйымшылдық түрде осы Ушқания кітабын толық халыққа жеткіземіз деген айтамын. Бұл Ушқания кітабы Бауыржан Момышұлының жай шығарма емес, қазақтың этнографиялық шығармасы. Бұл шығармада Бауыржан Момышұлы бірінші өзінің бүкіл жанұясын бейнелеп, бүкіл өмірінің балалық шағын, өзінің қалай тәрбие алғандығы жайында жаңағы барлық жағынан өзінің жаңағы шешендігімен жеткізіп берген. Бауыржан Момышұлының бабасы Имаш. Ол кісі Момышұлының бабасы Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Ол орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, шымыр денелі, сондай жаңағындай шалдың президенті Момыш екен. Момыш оны халықта Момын деп те атап кеткен. Бауыржан Момышұлының әжесі Қызтумас, өте ажарлы, ақжарқын, ақдидарлы, жаңағы ақдидарлы әже болады. Сары өзі тамағын беріп, айранын құйып беріп, сөйтіп жылға шығарсалар кезде Иманқұлдың бір сиыры, бұзаулы сиыры болады. Бұл соны момышықтарға береді. Бірақ момыш оның ақысын төлеп, сол сиырды жетектеп, олар ауылға қайтады. Сөйтіп ауылға келгеннен кейін сол сиырдан түскен ақты ішіп, айран ішіп, кішкене жағдайларды түзеліп, өздері күйлерді түзеле бастайды. Сөйтіп жүргенде сол айранға әйтеуір не бар соны тауып, бұлармық жасайды түрлі. Сөйтіп үйдегі қыздардың бәрі шөп жинап алып, бірде айран сүт болмайған кезде суға пісіреді, бағана шөпті бірде сүтке пісіреді, сөйтіп сол бұлармық жейді. Сөйтіп жеп жүргенде бір күні бұлар келесі тамақты жегенде бәрі іштері бір ауырып құлайды, құсады, бастары айналады. Сол кезде әжелер шошып кетеді, жүгіріп жүріп сиырды сауып алып келіп, сол сүттің әрқайсысын аузына тамызып сөйтіп есі шығады.
сөйтсе бұлар сол бағанағы шөптен уланған екен. Содан кешке момыш жұмыстан келген балалардың түрін көріп бәрі шошып естері шығып кетеді. Содан кейін қайтып бұлар бағанағы шөпті жемейтін болады. Бұл жерде жаңағы жаздың бел ортасы дейді, жайлауда егін егіп, бұл жерде шаруашылықпен айналысып кішкене қозы баққан кездерін баяндайды бұл жерде. Содан бұл жерде Бауыржан Момышұлының бұл жерде түсінгені бойынша байлар туралы айта кетеді. Бұл жерде жаңағы өзі бәйбішенің балалары, тоқалдың балалары деп бөлінеді екен. Соның үшін мысалы Анаргүл деген болады екен. Ол Анаргүлді одан ауыл адамдар қорқады екен. Ол анандайдан келе жатса дейді, айғайлап, балалар ойнап жүрген балалар сөйлей алмайды екен. Қора елдің қойында жайылып кетуге дайын болады екен. Сондай қорқады екен ауыл адамдар. Сол Анаргүлдің Дәулет деген ұлы болады. Ол ұлы бір неде бит басынан дейді, келе жатқан кезде аттан шошып құлап түседі. Содан ол кішкене не алады енді. Кекештеніп, жаңағы не болады? Реңсіз болады. Реңсіз болып, кекештеніп, соған бір қызды айттырып беріп, қыз алып береді. Соңына 5 ұлдың соңына жетіп Зафира құмар бойлы, әдемі, қырмұрынды, өзінің жаңағы бойын тік ұстап жүретін болады. Бір күні соны ауылға ұзатып алып келеді. Енді Дәулет байдың баласы ғой. Сол кезде Зафираны алып келеді. Ол жаңағы аттың несінен кәдімгідей келін деген жаңағы жусаннан аласа болу керек деген ұстанымда болады ғой ол кезде. Ол кезде Зафира олай емес, кекірейіп түседі, ызалы кейіппен түседі. Неге біріншіден екінші әйел болған үшін, екіншіден жаңағы осы сол кезде теңсіздіктің, қалың малдың жаңағы соның ығына жығылғанына мойынсұнғысы келмейді де, өзінің жаңағы қайнағаларын болсын, абысындарын болсын бетіне жабатын болады. Бір көзбен ғана жаңағы туыстарының несін. Әкелер балаларды ойламайды, көкпарға өте шабандоз болады. Көкпар десе ешкінасын жерге қояды. Көбісі ол әкелі балаларды ойламайды, ағалы інілі сияқты әріптес болады. Шабандоз көкпарға түскен кезде. Және де Момыштың үйіне кешке жақын 4 атты кісі келе жатқан көрінеді. Жақындай бергенде қарасы Айша, Жантөре, Болат, Асқар 4 Момыштың үйіне келеді. Момышқа базарлығын алып келеді. Сол кезе келген кезде Аққұлақ үйіне келеді. Аққұл үйіне келеді. Аққұлға әпкесі ренжиді. Жаңағы Камила айтып кеткендей, ашуын неге келінді қуып жібердің деп, жұрттың сөзіне ердің деп, Аққұлға өз ренішін білдіреді. Және де туысқандары, Айшаның туысқандары үйіне шақырады. Сол кезде сүйінші хабар келеді. Аққұл атаның немере інісі Дембайдың ұлы дүниеге келеді. Дембай көптен бері әйел екеуі бала сүйе алмай жүрген. Көп ұзамай алған қалаумен Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Қойбастау ауылында дүниеге келген. Жалпы ауылы Дулаттың ішінде шымыр болып келеді екен. Ата бабасы оның Имаш болып табылады. Имаш 92 жасында өмірден өткен. Имаш өте от жанарлы, керемет жан болған екен. Сонымен қатар оның анасының есімі Разия екен. Разия Байтана руынан шыққан, өте көрікті, аққұба келіншек болған. Және оның өмірі өте қысқа болды деп айтуымызға болады. Бауыржан Момышұлы 3 жаста болғанда анасы өмірден озған екен. Сонымен қатар оның әкесінің есімі Момынқұл болған екен. Момынқұл өте жақсы кісі болған. Сонымен қатар 8 сырлы, 1 қырлы кісі болып табылған екен. Ол жастайынан оқуға өте құмар болған деп айтуымызға болады. Сонымен қатар орысша хат таныған екен. Өзін жан-жақты көрсете білген, елге сыйлы, өте керемет жан болды деп айтып өтуімізге болады екен. Сонымен қатар інісі, Момынқұлдың інісі, Момыналының інісі, Момыналының інісі Момынқұл болып табылады екен. Момынқұл ұзын бойлы, өте көрікті, аққұба жігіт болып табылады. Бірақ оның мінезі өте қырсық, қыңыр мінезді болып келеді екен. Сонымен қатар атап кететін болсақ, Серкебай дегеніміз нағашысы болып табылады екен. Осы Момынқұлдың мінезінің басым бөлігі осы
серкебайдың мінезіне ұқсас болып келеді. даже одан кейін саған ғой неге осы ұшқан ұяны ары қарата екінші бөлімін жазбадыңыз. Сөйткен кезде біріншіден ол материалдарды жинақтадым, бірақ толық болмады. Екіншіден жасымның келуіне байланысты ойымдағы біраз нәрселер көмескелер ұмыт болып бара жатты. Сол себептен мен ұшқан ұяның екіншісін жазбадым деп кәдімгідей филология ғылым докторларына берген жауабы екен. Бауыржан Момышұлының. Сондықтан енді бүгін неге керемет біз рухани азық алдық. Бір кітапты талдай отырып, осының ішінен қаншама терең ойлар өзіміздің өмірімізді елестетіп, ол уақытта кезеңдегі жаңағы адамдардың өмірі, тыныс тіршілігі, әлеуметтік жағдайы, мысалы қазіргімен салыстырған кезде қандай ол кісілердің басынан қиындық кезеңдер өткен. Соның барлығына олар төзіп білген, төзе біле отырып өмір сүрген. Біз қазіргі уақытта сонымен салыстыратын болсақ, оның бір жаңа қиындықтың, енді Алла бізге оны бермей қойсын, бір келген жағдайда біз ол нәрсені көтере алмайтын сияқтымыз. Нот сыныптағы жұмға жұдырықтай болып ұшқан кітапты оқып, бүгін талдап, өзімізге үлкен бір әсер қалдық. Сондықтан барлықтарыңызға шығармашылық